Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте пайдалы әрі өте дәмді болып шығатын қызылшадан икра жасаймыз және қысқа сақтаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керекті көкөністердің барлығын аршып, жуып, тазалап дайындап аламыз. Содан кейін осылардың барлығын еттатқыштан немесе блендерден өткізіп шығамыз. Мен пияз бен сарымсақты ғана жай ғана турап алдым. Сіздер еттатқыштан өткізсеңіздер де болады. Содан кейін ыдысымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне қызылшамызды және помидорымызды қосамыз. Егер сізге видео пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, 45 минут баяу отта қайнататын боламыз. Міне бізде 45 минут өтті. Енді сірке суымызды қосамыз, содан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Сарымсағымызды да қосып, жақсылап араластырып, 10 минут тағы да қайнататын боламыз. Сол кезде біздің салатымыз жалпы 55 минут қайнау керек. Енді банкаларымыз бен қақпақтарымызды міндетті түрде ыстық су буында булап микробтарын өлтіретін боламыз. Отты өшірмей, ыстықтай күйінде осылай банкілерімізге салып шығамыз. Қақпақтарын арнайы жапқышпен жауып, 24 сағатқа төңкеріп, жылы одеялмен орап қоятын боламыз. Менде жалпы осы рецептпен 4 литр икра шықты. Осымен мен икраларымды жауып болдым. Қыс мезгілінде жегенге өте пайдалы бұл салаттың түрін сіз де жасап көріңіз. Жақындарыңызды қуантыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.